Мінекей старт басталды. Бірінші болып бізде Юр Голден мен Мадам Мали шыққандай көрінді, бірақ мінекей Мадам Мали 2000 метр қашықтық екенін айта кетейік, қадірмен көрермен. Сондықтан соңғы 500-лікте ол жарыстың тағдыры мәселесі шешіледі. Әзірше бізде Мадам Мали, Юр Голден және біз Мамлюкті Семсерден ақтарға айтсақ көріп отырмыз. Семсер 4-ші номерлі тұлпар әзірше топтың соңында. 2-ші номерлі Мамлюк та сол Семсермен қатарласа келеді. Алдыңғы шепте бізде Мадам Мали, Юр Голден және Баязит болса керек. Шамасы әлі уақыт бар, әлі қашықтық жеткілікті. Мінекей соңғы 500-ке дегенмен қазір соңғы айналымға жақындап келеді тұлпарлар. Юр Голден алда әзірше. Юр Голден алдыңғы шептерінің бірінде, нақтырақ айтсақ Мадам Мали алда келе жатыр. Әлі де Баязит омен текетіресе және Мамлюк та бар бұл жерде. Сонымен қазір соңғы 500-ке жақындап келеді. Әлі де Мадам Мали алдыда, Мамлюк пен қазір Баязит қатарласты. Бұл жерде мінекей соңғы 500-ді қадірмен көрермен соңғы 500-ке жақындап келеді. Соңғы айналымға мінекей бірінші болып енген тағы да Юр Голден мен біз Семсердің текетіресін көріп отырмыз. Бұл жерде тағы да Юр Голден, Баязит және Мадам Мали. Тамаша, 5-ші номерлі Юр Голден жеке дара келеді. Семсер. Юр Голден қазір жеке дара келді. Семсер 2-ші және 3-ші болып бізде Баязит. Жоқ, бұл Мамлюк екен. Баязит 4-ші болып мәре сызығын кесті. Осылайша мінекей Юр Голден. Расында жоғарыда атап өткендей бұл фавориттердің бірі еді. Юр Голден Этрик автор атаналмады. Ер сарыны тізгіндеген Диас жеңіс өзіңді деген мақсатына бүгін жете алған жоқ. Мадам Мали де жақсы бастаған еді. Руслан Юлдашев тізгіндеген. Динавена Қазақстан жүлдесінің жеңімпазы алдарыңызда Юр Голден. Ат иесі Қуантаев Емберген, жаттықтырушысы Долотбаков Қанат, Жакей Байышұлы Айтбек. Алдарыңызда Юр Голден және оның командасы. Құттықтаймыз. Екінші жүлделі орынды жеңіп алған тұлпарымыз Семсер, Жакей Ермұхамед Али және 3-ші жүлделі орынды жеңіп алған Мамлюк, Жакей Сейтхан Бекзат. Жүлделі орындарды жеңіп алған тұлпарларды және олардың командаларын құттықтаймыз. Ардақты көрермен, Юр Голденді тізгіндеген Айтбек мінекей бүгін қос бірдей жүлдені жеңіп алып отыр. Яғни дубль Айтбек дәл осы соңғы 2000 шақырымды қалай бағындырдың, бәрі ойдағыдай болды ма? Сол ойдағыдай болды. Мен осы атқа көп сенгенбіз. Сен сол надеждамен келгенбіз ғой. Хоть этом году не первенство.
Ну, получился. Иә, ең басты үмітті ақтады дейсің ғой. Жалпы бұл жарыс күніне сен осы 2 жүлдені жеңем деп келдің бе, әлде бұдан да көбірек жүлде жеңгің келді ме? Иә, Құдайға шүкір, осы 2 жүлде болса да 1 жүлде болма, 2 жүлде болма, Алланың бұйрығы. Осыған да ризамын. Шүкір Алла. Иә, Айтбек, сені шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы мансабыңа тек қана сәттілік, көп рахмет. Ардақты көрермен, осылайша бүгінгі классикалық ат шабыс өз мәресіне жетті. Бұл Спорт плюс Қазақстан телеарнасы жеңісті күндерде жүздескенше.